Сондықтан біреудің қанша мал тапқандығы маңызды емес Құдай үшін. Айттық қой, біреуге есепсіз береді, өсімден береді, банкир қылады, анау қылады, мынау қылады, пәре алдырады, үйтіп не істейді? Адамды байытады. Біздің тілмен айтқанда байытады Алланы. Аллаға сені байыту, кедей ету не емес. Соншалықты маңызды дүние емес. Алла үшін ең маңыздысы, Алла Тағала Құран кәрімде айтады, бізден дүние сұрағанға біз дүние береміз. Бізден ақыретті сұрағанға ақыретті де береміз. Бірақ дүние сұрағандардың ақыретте несі болмайды? Біздің құзырымыздан алар нәсібі болмайды. Біздің құзырымыздан алар нәсібі болмайды. Сондықтан сіз бен біздің ең басты міндетіміз малды көп табу емес, малды адалынан табу. Және өзіңіздің асырап отқан бала шағаңызға адал ас беру.